Сәлем достар, ал кеттік ендеше Vovius программасын орнатқан болсаңыз құтты болсын. Енді бұл видеода давайте сразу тез-тез Vovius'ты үйретіп жіберейін. Vovius VS 3 және де қазір мен мінекей поискқа жазайын. Әртүрлі форматта ашылатын болады. Audio Units және де VS 3. Егер Logic болса міндетті түрде Audio Units қана ашылады, сізде VS 3 қолданбайды. Cubase, Reaper, басқа Filk, басқа программа болса VS 3 қолдайды. VS 3-ті ашқан кезде ол сразу ARA режимінде ашылады. ARA режимінде мен алдыңғы видеоларда түсіндіре кеткем, соны көрсеңіз, қазір мында белгілей кетем, толық түсінесіз ARA режим деген не екен. Енді кеттік, менде мінекей Vovius 2 неде тіркеліп тұр, 2 каналда, бірінші вокал, одан кейін екінші вокалда тіркеліп тұр менде мінекей. Vovius 2 VS 3 форматында ашылып тұр. Vovius 3 мінекей ашылған кезде бүкіл вокал, зумды қалай істейміз, ең бірінші содан бастайын. Оңға тартқанда былай бұралады, мышканы оңға солға бұрағанда. Астыға үстіге shiftпен керісінше оңға солға, жай астыға үстіге домалатқанда былай бұралатын болады. Сіздерде Windows'та, менде Mac сенсор болғаннан кейін менде сенсормен бүйтіп істей берем. Немесе зумды мына жерге барғанда бүйтсеңіз, не горизонтальный зум болады. Мына жерге барып мышканы домалатсаңыз, вертикальный зум болады. Және де тағы да сразу мына жақта алыста жүрген болсаңыз, F-ті бассаңыз, сразу мына не қайда тұр, жәнегі плейбек қайда тұр, соған өз апаратын болады. Адасып кетіп, аудио қайда кетті, вокалым қайда кетті, бүйтіп мына жақта жүрсеңіз, F-ті басасыз, болды соған барады. Және де горизонтальный зум, яғни мен астында жатсам, мысалы ең астына кетіп қалған болса, Z-ны бассаңыз, соған қайтып келеді. Түсіндіңіз ғой? Таппай қалсаңыз, не? F, пробел басқаннан кейін F, Z-ны басасыз, сол мына тұрған жерді өз топ береді осылайынан. Так, бұл бірінші кеттік. Аудионың барлығы неке былай ашылатын болады, не? Барлығы бізде қазір вокал 2 ашылып тұр, не? Екінші вокал читать етіліп тұр. Бәрін асықпай қазір түсіндіре кетем. Толықтай қарам, мынау тоже авто зум деген сөз. Мынаны бүйтіп басатын болсаңыз, неге қалай, мынаны қайсыған қосуға болатын көрініп тұр. Resize, left, right, case, follow cursor, не барлығын басып қос қоюға болады. Follow cursor деп бассаңыз, курсормен бірге жүреді деген сөз. Яғни жақындатайық, мысалға Z-ны басып. Мынаны бүйтіп жақындатамыз, мынаны да жақындатамыз. F-ті басамыз. F-ті басқан кезде мінекей авто зум қосылып тұр бізде. Follow курсор, яғни сол басылады деген сөз. Так, енді сол жағында мына настройкалардың барлығы қатты бір қажетті настройкалар емес. Главное, мына settings-қа кіргенде update check деген неверге қойып тастайсыз, ешқашан жаңаламау деп. Себебі ол интернет арқылы сіздегі взломный болса, интернет арқылы сізден жаңа версиясын көрсе, сіздің кілтіңіз ұшып кетуі мүмкін. Мынаны баспайсыз, бұдан соң неверге ғана қойғаннан басқа ештеңені баспайсыз. Мынаның барлығы қажет емес сізге. Мынау стоп, артқа қарай, мынау алдыға қарай. Бір тактық алдыға жылжытады, тактық алдыға жылжытады. Бұны баспайсыз, бәрі мынау үстінен басыласыз ғой, явно. Мынау луп деген сөз, қайталайтын луп қосады деген сөз. Мынаны бүйтіп белгіленген S-ны бассаңыз, луп қосылады мысалға. Осы белгіленген объектті қайталауға тұрады деген сөз. Одан кейін мына төбесіндегі модтар 1, 2, 3, 4 деп сандармен, оның барлығы мына жерде жазылып тұр. Ол Q-ды басқан кезде мына пайда болады. Ол сіздегі мына горячий клавиштардың списігі деген сөз. Қай горячий клавиш қайсыны басқанда істейді деген сөз. Енді мына жерде тағы да бір үлкен списік бар, оның барлығын қазір айтам, асықпаңыз. Мына жерде бірінші аудио 1-ді басты, міне бірінші модта тұр. Аудионың өзін қалай істейтінін көрсете кетейін. Ең бірінші тұрғанда мына send деген ол сразу мынаны shift арқылы басып тұрып істесеңіз бүйтіп ауысады. Оны shift басып тұрып емес, просто так істей беруіне болады. Яғни жылжытқан кезде сразу семитон, snap to semitones деп мынаны басып тастасаңыз, мынаны басқаннан кейін ол жылжытқанда сразу нотамен ауысып кететін болады. Маған ол ыңғайсыз, кейде сәл ортаға қарай қою керек болады. Сол себепті мен бұны өшіріп тастаған болатынмын. Көресіз де, міне.
қайда дәміне тұр, мынаны басып өшіре саласыз. Сол кезде бұл былай істейді. Кейде ортасына қою керек па, солай істейді. Барлығын белгілеу, команд A-ны басасыз, барлығын белгілейді. Барлығын белгілегеннен кейін мысалға 2 рет бассаңыз, мысалы нотаға түспей тұрған, қызарып күлгін болып тұрғандар өздігінен түседі. Басып қалдым, көрдіңіз бе, нотаға түсті. Команд Z артқа 2 рет бастың, өз автоматты нотаға түсіреді бұл. Оның тағы да бір альтернативасы бар. Мына жерде мына кнопка тұр. Автопич коррекция, автоматты түрде пич коррекция жасау деген сөз. Соны бассаңыз, нота 100% тұр, нота бойынша деген сөз. Моудты бассаңыз, бүйтіп жылжиды, көрдіңіз бе, автоматты түрде түсіреді. Note length деген нотаның арты құйрығы деген сөз. Артымен қоса жылжытып жіберу деген сөз. Артына қарап. Немесе си мажорына, мысалы өзінің анықтап тұрған си мажор ғой. Өзінің анықтап тұрған мына әннің танайысы си мажор деп пайымдауынша. Сол си мажорға белгілейді. Соған тартады деген сөз. Көрдіңіз бе, мынау си мажорға жақындатып тұр дәл қазір. Оны қойсаңыз, даже аккордмен бірге істейді. Кетпеші енді жалынамын. Сосын мына жерден уже толық біттік, не екенін қайсын бастарын білмей қалдым. Құдай, мына функциясы өте көп. Енді мына жерін басайық, міне. Мынау, короче, мына көзге, мынау кішкентай бүйтіп қалсам, мысалы дауыс ақырын жазылған болса, соны күшейту үшін мынаны бүйтіп күшейтіп көзге көретін қылып аласыз. Мыналарды көрдіңіз, және горизонтальный зум, вертикальный наоборот, мынау горизонтальный зум жасау. Бұны мышкамен домалатсаңыз да бүйтіп жылжиды. Так, нот плюс деген бұны n-мен басқады. Бұл мына үстіндегіні бөлек қазір айтайын, бұны бөлек айтайын, тоқтай тұрыңыздар. Так, сол жағында тұрған ол бірінші вокал мен екінші вокалдан ауысу деген сөз. Яғни бізде бұл вокалда екі адамның несі, екі адам айтқан дуэт, сол себептен екеуін бірдей сразу обвьюсқа салып дуэт қайырмасын бірге айтқан кезде жылдамдықтан біреу кешек, біреу алдыға айтқан кезде кезек-кезек секіріп отырып істеген ыңғайлы болады. Мысалы, ер адам асып кетті, оныкі ритмнан асып тұр, сәл артқа қарай жылжыта салайын деген сияқты. Соны істеген кезде бұл өте ыңғайлы. Сол себептен бұны ауыстыру үшін т-ны бассаңыз да мынау шығады, немесе мынаны басасыз, міне. Мынаны басасыз, бүйтіп шығады. Маған т ыңғайлы, т-ны басып тұрасыз, міне бүйтіп ауысасыз. Бірінші вокалға ауыстым, яғни ер адамдікі, міне үстіне. Ол ер адамдікі мына сол жақта. Оны дәл міне астына қарай бүйтіп дәл табу үшін және айттым, з-ны басамыз. Оны біз үстінде жүрміз, көрдіңіз бе? Қыздың дауысы бір октава жоғары айтты деген сөз. Сені сағынамын. Немнің ер адамның дауысы мысалы. Сені сағынамын, көрмеген бе жан сендей. Бізде примерно қазір оның қайырмасына өтетін болсақ, екеуі бірге айтқан мысалы, міне. Менің өмірім бөленеді болса менде көңілің. Не қыз баланың дауысы тұр, ер баланың дауысы тұр. Ер баланың дауысын срочно келіп өңдеп жатсыз мысалға. Қыз баланың дауысына келген кезде срочно менять ете саласыз. Менің өмір. Мына бізде ер адам дауысы. Өмірім, менің өмірім бөленеді. Ауыстыруыңыз келсе, т-ны басасыз, қыз баланкін ауыстырдыңыз. Міне қыз баланк үстінде тұр. Немесе з-ны басқанда да сәйкес келе қалады, оны бағана айттым ғой. Сосын қыз баланкін там ритмін бүйтіп дүзей саласыз мысалға сәйкес келмеген. Қайта көрсетейін, т-ны бастыңыз, екі вокал екіге ауыстыңыз, т-ны бастыңыз, бірге ауыстыңыз. Міне, екі қыз баланың дауысы, бір ұл баланың дауысы. Міне, екі, бірдің еще чост дейді, көлеңкесі көрініп тұрады. Ол көрініп тұру үшін мына жерде галочкаларын қосылып тұру керек. Көрдіңіздер ғой, галочкасын. Сол бойынша ауысып істей бересіз. Так, все. Мынаны түсіндіңіздер деп ойлаймын. Енді мынаның өзінен бастайық. Қазір мына бірінші режимде тұр, мінекей. Бірінші режимді толық көрсетіп үйрете кетейін. Мына жер ыңғайсыз, жәнегі қыздың айтқан жері қайда? Мына жер. Т-ны бастым, қыздікін ауыстым, жанды. З-ны бастым, текстелді. Сәл жетпесе үлкендігі мынадан бүйтіп түзетіп басаңыз болады. Сосын міне мынада мынаны бүйтіп белгілегеннен кейін мына үлкеннен көрсетейін. Мынау былай текстеу деген сөз, былай.
Мына төбесі ол семитон былай жылжыту деген. Қолмен ақ жылжыта бересіз, негізі мынау керек емес, мынау ұстап не обязательно. Сол жағы мынаумен жақындату деген сөз. Көрдіңіз бе, сол жағы былай. Оң жағы керісінше мынаған қарай. Мынау қалады деген сөз шеті. Мына артын. Мелодайнды білесіз ғой, тура мелодайндағыдай. Ал мынау форманта. Жіңішкертіп жібересіз. Немесе төмен. Көрдіңіз бе, формантасын өзгертіп жіберу. Тағы да бір байқап тұрғаныңызда мелодайндағыдай дейді бір оғыт болып тұр қалмайды, дауысы алдынан бастап ойнатады специально адамға приятно болу үшін, құлағы шаршамас үшін. Көрдіңіз бе, мынадан бастап ойнатқызып тұр. Бұл ыңғайлы. Так, мыналардың бәрін айттым. Енді не домалақ. Домалақ ол сибилянт. Мысалы с деген әріп не? Мына жерде с әріпі қара болып көрініп тұр. Ж деген әріпті как сибилянт ретінде көріп отыр. Мысалы, соны басып садық. Не сеземді тыңдайық. Сеземдегі с-ны азайтқым келеді. Азайтып садым. Не? Азайтсақ. Көрдіңіз бе? Күшейтіп. Бұны қиып сасақ, вообще қатты көрінеді. Негізі бүйтіп қиып сасақ, вообще мынаны бүйтіп басып қалып. Көрдіңіз бе? Қолмен істегенде уже ДСР жасап кетесіз де, с-ларды, сибилянттарды алып тастайсыз. Түсіндіңіз ғой, мына сибилянт деген сөз. Ал жалпы громкостьін басу үшін shift-ті басып тұрасыз да, мынаны азайтсаңыз, громкості азай кетеді. Көрдіңіз бе? Немесе оң жағын бассаңыз, мынау мүлдем өшіп қалады. Бастыңыз, қайта қосылады. Мынаны бассаңыз, осыны тыңдау деген сөз. Өзінің бетін басып тұрған сияқты. Бұны баспайсыз, просто бетін басып тұрсаңыз да тыңдалады. Мынаны басу, мына жерді лупқа қою деген сөз. Қайта тыңдады. Басасыз, міне қойылып қалды. Оны алып тастау үшін с-ны басасаңыз алынады. Мынаны бүйтіп екі рет басып керек емес. С-ны бастыңыз, қойылады. Не мынаны қарасаңыз, не жанып тұр. С-ны басам өшіп қалады, қараңыз. Бастым, өшіп қалды. Түсініңіз ғой, иә? Так, мына жердегі бүкіл функция понятно болды деп ойлаймын. Так, енді мынадан бастайық. Міне біріншісінде тұрғанда осының барлығы істелініп тұр дәл қазір. Но pitch мынаны істеу деген сөз ғой бізде. Екіншісін қойған кезде ол жылдамдық уже. Үстін қозғайтын болсаңыз, мананың бәрі қозғалып кетеді. Үстінен вообще қозғамаңыз, себебі арты бәрі қозғалып кетеді. Мына нотадан бастап былай қарай. Мына тура ортадағы көлбеу сызықтан бастап төменгі жағын жылжытатын болсаңыз, мына нота мен мына нотаның арасындағы жылдамдық өзгереді. Міне. Көрдіңіз ғой? Немесе бүйтіп белгілеп ап, мына жерден өзгертсеңіз, сол белгіленгеннің ортасы деген сөз. Немесе түсіндіңіз ғой? Немесе мынаны өзгерттіңіз. Немесе мынаны өзгерттіңіз. Command Z бәрін артқа қайтару істегендерді. Бұл 2 дегеніміз жылдамдық. 3 деген санды басамыз клавиштан төбесінен. Ол дегеніміз мына сияқтылар ұнамай тұрса, бүйтіп басып түзету деген сөз. Міне. Ас кетті, көрдіңіз бе? Бүйтіп түзетесіз болады. И птичканы басасыз. Мына жерде де, мысалы, волналар қатты ұнамай тұрса, сәл азайтып жүрсеңіз болады. Бүйтіп волнаның бастарына точка қоясыз. Қойғаннан кейін, мына волнаны бүйтіп қойып алдық. Волна ұнамай тұрса. Ас кетті мына жерім. Қойық. Дәл аяқталатындай. Бүйтіп сосын птичка қоясыз не. Негізі былай болды міне. Асып тұр мына жер. Оны біз былай істеп садық. Түсініңіз ғой, драйвинг мод деген сондай. Мысалға мынадан биттіңіз. Мына жер ұнамады, міне мынау бит төмен түсіп кетіп тұр ғой, соларды түзейсіз.
ұнамаса әрине. Прям жестко істеп салған тоже болмайды, робот болып қалуы мүмкін дауыс. Так, сосын төрт деген санды басқан кезде не ол? Әр неге барған кезде ұмытып қалсаңыз, жазылып тұрады шоткат 3 деп байқасаңыз. 4 деп саны оң жағында тұр ғой. Қай клавишті басу керек? Мынанда барсаңыз мысалға. Жоқтары бүйтіп жай ғана өзі тұрады. Барларын бүйтіп барсаңыз, өз сан шығады. Temporary n деп жазылып тұр. N-ді басасыз, немесе шоткат 9 дейді. Екеуін біреуінде бассаңыз дейді дегенбіз. Мынаған келдік біз 4-ті көрсетейік. 4 дегеніміз әрдайым мынаның бәрін қиып отырмайсыз. Бүйтіп мысалға мына жер ас кетті ғой. Енді ас кетті, мысалы соны бүйтіп аласыз да. Бүйтіп түсірдіңіз, нотасын түзедіңіз. Мына жер төмен түсіп тұр, белгіледіңіз. Бүйтіп тарттыңыз, 2 рет басып бірмен мысалға 2 рет басып түзетіп алдыңыз. 4-пен мысалға мына жер ұнамай тұрса, бүйтіп жоғары тарттыңыз, бүйтіп түзетіп алдыңыз. И мына жер тоже асып тұр да, асқан жерді бүйтіп алдыңыз, түзеттіңіз. Бұлай істеп, более натуральный істетіп алуға болады мысалға. Мынау ақырын болған сияқты маған мысалы shift басам да, дауысын көтеремін. Артында тень тұр ғой, көлеңкесі тұр ғой, көлеңкесінен білуге болады. Мынау және былай тұрды, ақырын да деген естілмей қалды. Соны көтеріп жүрсек, более дыханиясы жетпеген ғана, наверное. Shift басып ұмытпаймыз, shift басам. Вот д деген енді анық естілді мысалы. Сол сияқты. Так, дальше. Мынау тұрған не бұл? Harmony mode. Бұл деген вообще мынандай питчпен төменгі тағы да бір голос қосып сол деген. -12 бір октава төмен дауыс қосып жыр беру үшін мысалы. Кетпеші енді жалынамын, кетпеші енді жалынамын, кетпеші енді жалынамын. Громкость номен бастыңыз. Кетпеші енді жалынамын. Бұл көбінесе электронный музыка сондай бірден істеп атсаңыз бәлкім керек болар. Атак ондай керек емес қазақи әндерге, андай әндерге ол прям өйтіп электронный қып роботтың дауысын қосып керек емес болады бізге. Так, not wave деген төбесінде мынаған келдік. Not wave, мынау обычный кубик болып осылай көрініп деген сөз. Ал мынаны бассақ, мынандай болып көрінеді. Қызыл болып тұрғандар типа нотадан шықты деген сөз. Волнаның мына жерлері нотадан шығып тұр деген сөз. Мына жерлер. Осыған кіріп апта түзесеңіз болады. Мысалға, мына режимға қойдыңыз, оң жағын бассаңыз екеу тұрады. Pitch немесе нота деп. Нота деген қызыл қылып дәл көрсетеді. Сосын мысалға точка 3-ке қойдыңыз да, точканы белгіледіңде, мынау міне сәл асып тұр екен, көрініп тұр сізге. Соны бүйтіп бастыңыз да, сөйтіп түзетіп алдыңыз. Мысалы, түзетіп алдыңыз. Кетпеші енді жалынамын, сезем жанымды. Сол сияқты осы режиммен де көзге күшті болса, осымен де қойып істесеңіз болады. Разница жоқ, қайсысы ыңғайлы, соны істейсіз. Сосын мынаны ұмытпаңыз, мынаны белгілеп, бүйтіп измени жасап біткеннен кейін, птичканы обязательно басу керек, сонда ол жұмыс істелінеді. Ал енді бүйтіп белгілеп алып, птичканы баспай, бүйтіп басқа режимға ауысып кетсеңіз, ол қайт кетеді артқа. Жай ескертіп ұмыт кетпеңіз. Сосын edit деген ол просто алдыға артқа, типа не істегеніңіз артқа қарай бірақ қайт кетуге болады. Яғни Command Z қой, Command Z-тің архив списігі қанша рет алдыға жүрдіңіз, қанша рет артқа жүрдіңіз, redo, undo деген сол кнопканікі. Не важно, короче, оны көп істей қоймаймыз ғой біз. Сосын мынау немен екен, мен де білмедім, как всегда өстіп тұрады астында. 2-3 вокал болса бәлкім шығу керек. Сосын мына астында мынандай бір навигация кнопка бар. Мысалы бәріне адасып, сіз мысалы мына жерде қалдыңыз, бүйтіп адасып отырып, қай жерде жүрмейміз, оң жағы қайда, куплет қайда дегендей болмас үшін, бүйтіп жанына барсаңыз, міне шоткат 0 деп көрсетіп тұр. 0-ді бассаң, ғой анау көрші. 10-ны бассаң ашылады деген сөз. Немесе осыны бүйтіп баса сал, сол кезде бүйтіп барып, бүйтіп жылыста саласыз. Мына жерде, мынау ғой бірінші куплет. Мынау екінші куплет дейсіз, бүйтіп барасыз. Ұлықтасып, күрсінбейік шімілден, жұлдыздарға да қол деген сияқты осы арқылы сразу жылжи саласыз. Так, мына жерде қайырмаға келдік мысалы, Менің өмірім гүлене, өмірім менің өмір. Так, ер адамда косяк бар, тыны бастыңыз, ер адам бірінші вокал ауыстыңыз мысалы. И сразу, мысалы бүйтіп тұрса, з-ны бастыңыз, астында екенін көрсете салады сразу. Менің өмір. Мына жерінде мысалы жылдамдық кетіп қалған, бүйтіп жылдамдығын өзгертіп, бүйтіп тәйкестендіріп, Менің өмірім. түсініңіз ғой, в общем, в чем суть мына переход жасаудың. Бір-бірінің арасына секіріп
жүре бересіз да, екі вокалды қосып қоясыз да, рахат. Мелодайнда да негіз бар ол функция. Көп қолданылмайды просто. Мынада еще плавно ұшып кетпейді, бағанадан жұмыс істеп отыр, көріп тұрсыздар, екі вокалға бірдей ашып қойып, лақтырып жібермейді, былай айтқанда, тұрақты істейді да, сол жағынан жақсы. Енді мынау кнопка қалды, бұл общий настройка кнопкасы. Уақытты, уақыт бойынша, секунд бойынша көрсетейін ба, бит бойынша, бізге әрине бит дұрыс, ритм бойынша деген сөз. DAF-тың BPM-ін, яғни жылдамдығын істетеміз ба деген сөзінен бассаңыз, өзіңіз бір жылдамдық, әннің жылдамдығы 85 деп басқаға қойып тастасаңыз болады. Әрине DAF-тікімізде DAF-ға сразу қойып тастаймыз ғой. Көбейсе реперде 120 деп мысалы ритмін қойып тастаймыз. Grid дегеніміз размер 1/8 бен отырсын ба, міне сізге 1/8 мына сызықтар тоже керек болса 1/8-ге қойып тастайсыз. 1/16 керек па мысалға, 1/4 керек мысалға, бізде 1/4-ті қойып тастайсыз мысалға. Маған 1/4 ыңғайлы. Кейде 1/8 тоже істетемін. Pitch тоже, мысалы бәрін белгілеп алып нотаға түсірген кезде мысалға қызарып тұрады ғой, нотаға түспей тұрған, мынандай түспей тұрған жерлері қызарып тұрады ғой. Сол аккорд бойынша көрінсін бе, әлде мынандай хроматик, яғни ешқандай аккордқа бағындай бәрі жанып тұрсын ба деген сөз. Аккорд бойынша десеңіз, сізге дәл қазір до мажор аккорды бойынша қай ноталар түспей тұр, сол ғана қызарып тұрады деген сөз. Түсініңіз ғой. Ал егер мынада тұрса, ол бәрі просто бүйтіп екі нотаның ортасында тұрғандарды ғана қызартып көрсетеді. Ал аккордқа қатысы жоқ болады. Сондықтан аккордқа қойсаңыз тоже ыңғайлы. Аккордын точно білсеңіз, әніңіз мысалға ре мажор, до мажор болса, астына түсесіз де, мына жерден ре мажор деп қоя саласыз. Сіз өзіңіз білмесеңіз, бұл өзді анықтайды. Show detected деп бассаңыз, мынау бұл әннің 89% пайымында бойынша бұл плагиннің до мажор деп тұр. До мажор значит, дейсің де қоя саласың, короче. Show scale colors деген, осы scale деген сол аккордтың цветімен бояу. Snap semitones деген және айттым. Биткен кезде бит-бейтіп, прям секіріп істейді, нотамен ғана. Оны өшіріп сасаңыз, бейтіп күшті жұмсақ істейді, короче. Double click snap екі рет басқан кезде, мынаны екі рет басқан кезде жақын нотасына ғана тартылсын ба, әлде мына аккорд белгіленген аккордқа тартылсын ба деген сөз. Мына жерден scale'ды бассаңыз, мынау до мажорға ғана екі рет бассаңыз, до мажорда қандай нота істетіледі, соған тартылады. Көрдіңіз бе, үстіге тартылды дәл қазір. Ал pitch center'да тұрған кезде, екі рет басқан кезде, мынау мысалға просто осында қалды, мынау ғана жылжыды. Значит, бізде до мажорда мына нота жоқ. Міне көрдіңіз, сөніп тұр. Бұл ляға тарта салды, мысалы. Көтере салады, сөйтіп көрдіңіз бе? Потом общий pitch, мына общий форматта жалпы бірақ өзгерту деген сөз. Оны істетпейсіз, бәрін өзгертіп, зачем деп бәрін. Мынау қараңғылығы, яркий қылып, міне қараңғы мынау десеңіз, міне мынаны жарыққа бассаңыз болады. Мынаны бүйтіп жасаңыз болады, или яркий болса бүйтсеңіз тіпті міне қап-қараңғы болып тұрады. Ол енді өз неңізге байланысты, өзіңіздің пайымдауыңызға байланысты. Мынаны білмедім. Мынау көріністер ғой деймін, мына жерде тұрған. Мына жерде тұрғандардың циклдарының. Ол білмедім, түсінбедім бұл не екенді өзімде. Сибилянт единственный, сибилянт өшіп сасаңыз, с дегендеріне қара болып көрініп тұр ғой. Солар көрінеді деген сөз, мынаны бассаңыз өшіп қалады деген сөз. Мына общий істейтін, громкость болып кетті дәл қазір. Shift-ті баспай-ақ, бүйтіп громкостьмен жұмыс істей аласыз. Мынаны бассаңыз, мынау тек қана с-ны мынаумен басасыз деген сөз. Түсіндіңіз деп ойлаймын. Керісінше болып кетті қазір. Общий мынау громкость, shift-ті бассаңыз, с-ны өшіруде болып қалды дәл қазір. Формантасын көрсету, мынау формантаны көрсетіп тұр дәл қазір. Follow курсор, ол F, который және мысалы бүйтіп жылжып кеткенде, мынау қайда қалған білмей қалсаңыз, мына жақта жүрсеңіз, мысалға анау жүріп жатыр, сіз мына жақта болып отыр. Таппай қалсаңыз, F-ті басасыз, міне көрдіңіз бе, мына птичка қойылды, мынаған секіріп бара салады. Сізге бүйтіп іздеп жүрмейсіз. Мынау сол курсор. Scroll to DAF clip selection. DAF-тан мысалы қай нені белгілейсіз, соған жылжу деген сөз. Мысалға мен мынаны белгілесем, соған секіреді деген сөз. Міне аудиоды DAF-та мен мынаны белгіледім, мынаны белгілесем, мынау өздігінен соған байланады деген сөз. Программа екеуі бір-біріне. Show track name деген DAF-та сізде әннің аты, менде вокал 1, вокал 2 деп белгіленіп тұрса, мына жерде де соның аты жазылып тұру деген сөз. Не өшіріп сабедім, өшіп қалды, не көрдіңіз бе? Бассаңыз, қай тректің аты қалай жазылып тұр, сол жазылып тұрады мына жерде.
pitch lanes деген мына сызық емес, жылдамдықтың и еще нотаның да сызығы көрінеді деген сөз. Маған ұнамайды, мынау біртүрлі көзіме жаман көрінеді. Show toll tips дейді. Toll tips дегеніміз қайсы еді, құдай, оны түсінбедім мен. Ештеңе өзгеріп жатқан жоқ, үшін түсінбедім мен. Keyboard focus on mouse enter дейді. Мышкамен бағыну, оны басқанда да тоже аралсын, бералсын, түсінбедім. Все-таки ешқандай да пайдасы жоқ дүние болып шықты. Keyboard shortcuts деген горячий клавиштар деген сөз. Кіріп, горячий клавиштарды бүйтіп басып өшіріп салсаңыз да болады. Quick help деген бағанағы Q мына жерде ұмытып қалсаңыз, Q-ді басып қойсаңыз, мына жерден көрініп тұрады деген, мына жерден өшіп тұр не. Или бүйтіп Q-ді бассаңыз да міне көрінеді сол басылып. Не жалпы қандай клавиш неге жауап беретіні жазылып тұр мына жерде міне. Автоcycle деген қосылады екен, автоcycle немесе preview сон. Есті бассаңыз соңғы басылған нотаны көрсетеді. Соңғы басылған нотаны тыңдатады деген сөз. MIDI референс мына open'ді басқаннан кейін вот как раз MIDI мен ойнап алған болсаңыз, MIDI клавишпен мысалға, сол MIDI-ін open'ді басасыз да, MIDI-ді загружать еткенде мына вокал сол MIDI-ға бағынады деген сөз. Потом show MIDI референсті басқан кезде мына сияқты міне темный болып, мына тұр ғой, осы сияқты көрінеді, соған тарта саласыз, болды, оп-оңай түсе салады деген сөз соған. Болды, мына жердегі жалпы функциялар осыған жауап береді. Атак былай артық ештеңесі жоқ. По функционалар осындай көп несі бар, одан көп қатпайды. Расымен алгоритм басқаша, мелодайнда мынандай істесең сәл хуже естіледі, робот болып кетеді. Репич мелодайннан жақсы болған, ал мынау репичтен де жақсы. Себебі репич лақтырып жіберетіні көп болған. Ол тоже жақсы, күшті репич, бірақ лақтыра береді, қайтады. Енді әнді өңдеп вокал күшті қылып деп бітірдім деген кезде фук ұшып кетеді. Сен оны рендер жасап үлгермегенсің, қайта басына істейсің. Ол үшін жынданып компьютеріңді сындырып алуың мүмкін. Сондықтан Vovius мен уже қанша 2 аптадан асты істетіп жүрмін. Әлі ұшқан жоқ, бірде береді. Соған таң қалдым. Модель несі жақсы да, бұның расымен технологиясы жақсы істетілген. Алгоритмі мүлдем басқа болып тұр, значит. Мелодайын енді база жоқ, бұрыннан келатқан мықты атасы шығар, бірақ оның да дәурен өтті. Менің ойымша, енді оның альтернативасы шығатын кез келді, вот как раз соны дәлелдеп не осы Vovius компаниясы, өзі Vovius деп аталады, vovius.com деп соған кірсеңіз, осы бір ғана плагин шығарған, осыны ғана. Олар сол как раз репич бәрін проблемасын көріп, сосын давайте осында бірдеңе шығарайық деп шығарды деп ойлаймын. Сіңізге сәттілік, мына осымен істеліп жүрген болатынмын. Бір тыңдатып жіберейінші қазір. Мына бізде сіздерге көрсетуге қойғанмын қазір. Задержканы өшіріп сайын. Вокалдарды астына түсіріп жүріппін қазір, үстіге қойсылайын. Негізі вокалдар мынада тұрды, иә. Просто Vovius'ты өшіру керек. Не сені сағынамын, көрмеген бе жан сендей, әлде өзіңді танығаным, мына өмірге келмей. Кетпеші енді жалынамын, сезем жанымда жылу барын, байқатпай жүріп неге сезімімді ұрладың. Өмірім менің өмірім, бөленеді болса менде көңілің. Өмірім менің өмірім, кел жаным ғарышқа, ұшайық бірге қолымнан ұста. Кел жаным алысқа, кетеміз енді қолымнан ұста. Кел жаным ғарышқа, ұшайық бірге қолымнан ұста. Кел жаным алысқа, кетеміз енді қолымнан ұста. Сол бағандан қыңқ-қыңқ деп қиқым-қиқымын естімей, бір толық ести салсыншы деп жай қоя салдым мен шыны керек. Жақсы, сәттілік істеріңізге береке берсін.